Hi friends! Сәлем досым! Welcome to my YouTube channel. Менің YouTube каналыма қош келіпсің. It's nice to see you all here. Сіздердің барлығыңызды осында көргеніме қуаныштымын. Today we are going to talk about present continuous. Yeah, have you ever heard? Сіз осы туралы естігенсіз ба? Әрине, егер сіз ағылшын тілін үйренгіңіз келсе, және оны немесе үйреніп жатырған студент болсаңыз, сіз міндетті түрде естіген боласыз. Біз сол туралы әңгіме айтамыз бүгін. So get started. So, first of all, what is present continuous? Ең алдымен, present continuous дегеніміз не? Бұл туралы естігенсіз ба бұрын соңды? Ол, дұрыс айтасыз, ағылшын тіліндегі 12 шақтың бірі, ағылшын тілі грамматикасындағы 12 шақтың бірі, present continuous. Ол негізі нақ осы шақ деп әртүрлі аударып жатады. Бізге оның аудармасы маңызды емес. Ең бастысы оны қашан қолдануды білсеңіз болды, қалғаны қажет емес. Сонымен біз present continuous'ты қашан қолданамыз? Оны дәл қазір сіз не істеп жатырсыз, соны айту үшін біз present continuous қолданамыз. Яғни, сіздің дәл қазіргі әрекетіңіз туралы ағылшынша айту үшін қолданамыз. Яғни, мысалы, дәл қазір мен не істеп жатырмын? Не істеп жатырмын мен дәл қазір? Яғни, мен түсіндіріп жатырмын, грамматиканы түсіндіріп жатырмын. Ол қалай болады ағылшынша? Teacher is explaining. Teacher is explaining. Немесе Miss Nusrat is teaching. Осы жерде ing жалғап тұр, етістік ing. Яғни грамматикаға структурасына мән берейік. Мына жерде бастауыш, содан соң to be, одан соң verb, одан кейін біз ing жалғаймыз. Өте оңай, ешқандай қиындатудың қажеті жоқ. Ең бастысы әрекетті істейтін адам тұру керек. Одан кейін to be тұру керек. To be деген am, is, are болды. Содан кейін етістік жалғаймыз. Етістік дегеніміз не ол? Біздің күнделікті істейтін іс әрекеттеріміз. Біз қазақшада білінбейді, бірақ ағылшыншада да оп-оңай негізі. Мысалы, біз күнде не істейміз? Тұрамыз, отырамыз, жүреміз, жүгіреміз. Осының барлығы біздің іс әрекетіміз, яғни етістік. Дәл соны ағылшынша айту керек. Мысалы, sit, stand, немесе laugh, watch, run, laugh деген сияқты. Sing. Осылардың барлығы етістік, соған жай ғана біз ing жалғаймыз. ing. Сонымен, бұлай айтып көрейікші. Сіз не істеп жатырсыз деген сұрақ ағылшынша қалай болады? What are you doing? What are you doing? What are you doing right now? Дәл қазір сіз не істеп жатырсыз? Енді әрбір осы видеоны қарап отырған адам, егер сіз осылай отырып қарап отырған болсаңыз, айтасыз. I'm watching the video about present continuous. Мен present continuous грамматикасы туралы видео қарап отырмын. Немесе мен сіздің видеоңызды қарап отырмын. I'm watching your video. Correct. Енді барлығымыз білеміз. Мен теледидар қарап отырмын деген қалай болады? Мысалы, біреу дәл қазір теледидар қарап отырса, мына жерде біз оны айтамыз. Егер ол бала болса, he, яғни he is watching TV. Ал әйел адам болса, ол қыз болса, қалай айтамыз? She is watching TV. Correct. Немесе, мысалы, мен былай істеймін кейде, видеоны қойып қоямын да, жай ғана тыңдап жүрем. Ал тыңдау деген бізде listen. Енді сіз айтып көріңізші, осы формулаға қойып, мен тыңдап жатырмын деп қалай айтамыз? Мен, I, to be, am, қарау деген, тыңдау деген қалай болады? Listen, Listen, ing жалғаймыз. I am listening. I am listening. Yes, you are correct. Енді, менің бөпем ұйықтап жатыр. Қалай айтамыз? Менің бөпем қалай болады? My baby is sleeping. You are correct. Repeat after me. My baby is sleeping. Менің бөпем ұйықтап жатыр. Балалар сыртта ойнап жүр. Дәл қазір егер олар далада ойнап жүрген болса, мысалы сіз осы видеоны көріп отырған уақытта балдар далада ойнап жүрсе, соны біз ағылшынша қалай айтамыз?
Балалар қалай болады? Children, я? Children are, ойнау қалай болады? Play, я? Play, ing жалғаймыз. Playing қайда? Outside. Children are playing outside. Yes, you are correct. Вот, оп-оңай. Негізі easy peasy, lemon squeezy дейді ғой. Оп-оңай present continuous негізі шақтардың ішіндегі ең оңай, сондықтан мен сіздерге ең оңайынан түсіндіріп бастағым келді. Енді мен сіздерге қазір түсіндіріп жатырмын, я? Ағылшынша қалай айтамын соны? Түсіндіру деген explain деген сөз. Енді сіз айтып көріңізші. Сіз түсіндіріп жатырсыз. You are explaining. Nice. Немесе менің жолдасым жұмыс жасап жатыр. My husband is working. My husband is working right now. Немесе анашым тамақ дайындап жатыр. Тамақ пісіріп жатыр. Мамам тамақ пісіріп жатыр деп қалай айтамыз? Subject қоямыз, адамды қоямыз бірінші. My mom is, тамақ пісіру қалай? Тамақ дайындау? Cook, я? My mom is cooking now. Мысалы, мамаңыз не дайындап жатыр? Кешкі ас па, түскі ас па, таңертеңгі ас па, қалай? Кешкі ас дайындап жатса қалай айтамыз? Кешкі ас ағылшынша dinner болады. Енді айтып көр. My mom is cooking dinner. Nice. Немесе сіз жұмысқа бара жатырсыз дәл қазір. Қалай айтасыз оны? Бару деген қалай? Go. Ал жұмыс? Work. Енді айтып көрейік. You are going to work. Енді мен сіз бара жатырсыз деп айтып отырмын ғой. Ал егер сіз өзіңізді айтсаңыз, мен бара жатырмын. I am going to work. Немесе ол жұмысқа кетіп бара жатыр. Қалай айтамыз? He is going to work. Вот осылай оп-оңай. Яғни сіз енді практика жасап көруіңіз керек. Мына сұрақты қоям. What are you doing? Сіз не істеп жатырсыз? Сіз жауап беріп көріңізші өзіңіз мына етістіктерді қолдану арқылы. Sit, stand, smile, laugh, run, swim, dance, sing. Осы етістіктерді қолданып айтып көріңіз. Жарайды, онда мен сізге қазақшасын айтайын. Сіз ағылшынша айтып көріңіз, ема? Мен ән айтып отырмын. Мен ән айтып отырмын. 1, 2, 3. Қалай болады? I am singing. Мен ән айтып отырмын. Екінші. Мен билеп жатырмын. Қалай болады? I am dancing. Correct. Немесе біз сізді естіп отырмыз. Біз сізді тыңдап отырмыз. Қалай болады? Біз қалай болады? We are watching you. Немесе we are watching your video. We are listening you. Біз сізді тыңдап отырмыз. Енді сізге тапсырма. Егер осы видео ұнаған болса, лайк басыңыз, ұнамаған болса, дизлайк басыңыз, және комментарияға өзіңіздің құраған сөйлемдеріңізді жаза кетіңіз. Егер қате болса, мен жөндеймін. Егер қате болмаса, өзімнің фидбегімді беріп кетемін. Келесі кездескенше сау болыңыз. Бұл видеолардың соңы емес, бұл бастамасы. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, келесі видеоларды қарап отырыңыз. Сау болыңыз.